Сәлем достар, ұлттық мерекеміз Наурыз мейрамына орай осындай талқаннан қоспа жасап рецептін сіздерге салып отырмын. Барлық құрамына қосқан заттардың аттары және мөлшері описанияны бассаңыз сол жерде жазылып тұр. Алдымен печеньені осылай оқтаумен үгітеміз, осындай ұп-ұсақ етіп үгітіп алған дұрыс. Және де печенье дайын болғаннан кейін мейізді бүтіндей қоссаңыз да болады, немесе осылай пышақпен арасынан бөліп ұсақтасаңыз тіптен дәмді болады. Мен мейізді осылай пышақпен ортасынан бөліп қостым. Енді қажетті мөлшердегі талқанды ыдысқа саламыз, және де оның үстіне жаңағы өзіміз үгітіп алған печеньені саламыз. Қантты да соның үстіне қосамыз. Ендігі кезекте жаңағы қара мейізді саламыз. Қара мейіздің орнына сары мейізді де салуға болады. Енді оның үстіне сұйық майды құямыз. Және де міндетті түрде ерітілген сары майды құю қажет. Сонда сары май оның қатуына жақсы көмектесетін болады. Майды көп мөлшерде қосқан сияқты көрінеді, бірақ та бұл біздің құрамына қосқан ең басты тағамдарымыз құрғақ болғандықтан тез сіңіріп алады өзіне. Және де жақсылап осылай үстінен баса отырып араластырамыз. Міне менде толығымен май сіңіп араласты. Енді осындай мынау шоколадтың ыдысынан шыққан сондай форма, соған осылай әдемілеп саламыз. Жалпы ондай болмаса тек қана тегешпен қатырып ойып алсаңыз болады. Міне мен осылай қатырдым, және де тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямын. Міне менде 3 сағаттай тоңазытқышта тұрды, өз формасын осылай ұстап жақсы қатты. Міне осындай қонаққа салуға, осындай әдемі формалармен жасауға болады. Форманы сатып алмай-ақ осылай шоколадтың ыдысынан босаған формаларды жинап қойып, осындай форма жасасаңыз өте әдемі көрінетін болады. Міне ешқандай да үгілген жоқ, өз формасын ұстап тұр. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Және де Наурыз мерекелеріңізбен барлықтарыңызды құттықтаймын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Менің каналымда өте көптеген дәмді рецепттер шығады. Мен алдағы уақытта өте көп рецепттерді дайындап қойдым. Күнделіктісін күнде бір жаңа рецепттен шығарып отырамын. Сондықтан каналымда жақсы рецепттер көру үшін подписаться кнопкасы арқылы жазылып қойыңыз. Және де өз әсеріңізді қалдырып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.